Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, студенттер, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырып геометрия прогрессия. Жалпы геометрия прогрессия дегеніміз не деген сұрақтан бастасақ. Геометрия прогрессия бұл сандар тізбегі, яғни мұнда әрбір келесі сан алдыңғы санды белгілі бір q санына көбейту арқылы алынады. Яғни олардың арасында белгілі бір заңдылық пайда болады. Оның осындай үш түрлі формуласы бар. Біріншісі бұл бізде геометрия прогрессияның n-ші мүшелерінің формуласы, яғни bn тең b1 көбейтілген q-ның n-1 дәрежесі. Екіншісі бұл бізде геометрия прогрессияның алғашқы n мүшелерінің қосындысы атты формуласы. Үшіншісі бізде шексіз кемімейлі геометриялық прогрессияның формуласы. Бізге енді осындай белгілі бір мысал берілген. Осы мысалға қарай кетсек, бізге мына екі сан және мына екі сан арасында бізде 2 деген сан көбейтіліп тұр. Мына екі санда да 2 сан көбейтіліп тұр. Яғни арасында белгілі бір заңдылық бар. Және де бұл қарап тұрсаңыздар 3, 6, 12, 24, 48 деп бұлар өспелі, яғни өсіп жатыр. Өспелі. Ал астындағы мысалға қарайтын болсақ, яғни бізде 9, 3, 1, 3-тен 1 деген сияқты. Яғни бізде бұлар арасында 3-тен 1 саны көбейтіліп тұр. Яғни бұлар сәйкесінше кеміп жатыр. Және де жазып қойып кемімелі деп. Енді бізде геометрия прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. Яғни бізге қандай да бір сандар қатары берілсін, яғни мысалға b1, b2, b3 деп белгілейміз жаңа біз мүшелерді. Және де бізде геометрия прогрессияда кеселік деген ұғым бар. Яғни жаңа слайдқа келетін болсам, мына жерде бізде мынау 2, бізде бұл q. Және де бұл мына жердегі 3-тен 1, бұл бізде q, яғни еселік. Еселік болып табылады. Және еселік. Енді біз b2-ні b1 көбейтілген q деп өрнектей аламыз. Ал b3-ті біз b2 көбейтілген q деп өрнектей аламыз. Ал b4-ті b3 көбейтілген q деп өрнектей аламыз. Енді мына жердегі b2-ні біз мына жердегі b2-ні орнына сәйкесінше қойсақ, бізде қалай шығады? Оны жерге жазайық. Яғни b3 тең болады b1 көбейтілген q көбейтілген q. Яғни b1 көбейтілген q квадрат. Енді бұл b3 өрнегін, яғни мынаны, бұл өрнекті біз мына жерге апарып қойсақ, яғни бізде b4 тең болады b1 көбейтілген q квадрат көбейтілген q. Сәйкесінше b1 көбейтілген q куб болады. Енді осы жерден біз геометрия прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын жазатын болсақ, яғни bn тең болады b1 көбейтілген q-ның n-1 формуласын біз осылай қорытады екенбіз. Осыған қатысты біз бір-екі мысал қарастырып жіберейік. Бізге, яғни геометрия прогрессияның бірінші мүшесі, яғни b1 тең 2-ке дейді, жазып қойып, және де еселігі 3-ке тең дейді. q тең 3-ке. Осы прогрессияның 5-ші мүшесін табыңыз дейді. Бізден b5-ті табу керек дейді. Жаңа формула жазып қойып мына жақ шетіне. Яғни bn бізде тең болады b1 көбейтілген q-ның n-1 дәрежесі. Осы формулаға сүйеніп, біз қазір мына есепті шығарамыз. Яғни бізге табу керек b5 тең болады b1 бізде 2-ке тең көбейтілген q-ның 4 дәрежесі. Яғни 2 көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі, 2 көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең болады 162-ге. Есептің жауабы 162. Келесі мысалға қарастыра кетейік. Геометриялық прогрессия бірінші мүшесі 1-ге тең дейді, жазып қойып. b1 бізде тең 1-ге. 6-шы мүшесі, яғни b6 бізде 32-ге тең. Онда прогрессияның еселігі неге тең дейді? Біз еселікті табу керек екенбіз. Енді
Бізде формула бар жаңаға. Соған сәйкесінше жазсақ, b6 бізде болады b1-ге тең көбейтілген q-ның 5 дәрежесі. Бізде b6 белгілі, b1 белгілі, тек қана q табу керек. b6 бізге 32-ге тең болады 1 көбейтілген q-ның 5 дәрежесі. Яғни q-дің 5 дәрежесі тең болады 32-ге, және де q-дің 5 дәрежесі бұл бізде тең 2-ге. Яғни біздің еселік 2-ге тең болды. Келесі бізде яғни геометрия прогрессияның алғашқы n-ші мүшелерінің қосындысы формуласын мен сіздерге қорытып берсем. Келесі бізде геометрия прогрессияның алғашқы n-ші мүшелерінің қосындысы формуласы. Осы формуланы біз қазір қорытып шығарайық. Яғни бізге Sn мүшелерінің қосындысы b1 плюс b2 плюс b3 және сөйтіп кете береді, және bn. Осына тізбек берілсін. Яғни біз осы теңдіктің екі жағында q-ға көбейтейік. Яғни бізде Sn q тең болады b1 q плюс b2 q плюс b3 q плюс bn q. Енді қарап тұрсақ, бізде мына жерге b1 q бізде b2-ні береді. b2 q b3-ті береді. Сәйкесінше жазып қойайық. Яғни Sn q тең болады b2 плюс b3 плюс b4-ті береді плюс bn плюс bn q. Енді қарайтын болсақ, бізде мынау Sn b1 плюс b2 плюс b3, яғни сөйтіп кете береді bn-ға дейін. Енді бізде қарап тұрсақ, осы екеуі ұқсас мына жердегілер қосындымен. Бірақ тек қана бізге b1 жетіспейді. Сондықтан да біз Sn q дейміз да, b1-ді қосып, сәйкесінше bn плюс bn q, соңында b1-ді азайтамыз. Енді b1 плюс b2 плюс b3 плюс bn-нің орнына біз Sn мен алмастыра аламыз. Яғни жазайық, Sn q бізде тең болады Sn плюс bn q минус b1. Енді мына Sn-ді теңдіктің мына жақ бетіне лақтырып, жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Яғни бізде Sn жақшаның ішінде q минус 1 тең болады bn q минус b1-ге тең. Енді мына q1 өрнегін теңдіктің мына жақ бетінде бөліп жесек, мына жерге жазайық. Яғни бізде Sn тең болады bn q минус b1 бөлінген q минус 1. Енді біз білеміз, bn-нің формуласы бізде bn тең болады b1 көбейтілген q-нің n минус 1. Және бізде жанында жерге q-сі бар екен. Осыны көбейтіп жіберейік мына жерге. Яғни bn q дейік көбейтілген q. Бізде соңында b1 көбейтілген q-нің n дәрежесі атты өрнек шығады. Осы өрнекті біз мына жерге апарып қойсақ, бізде яғни Sn тең болады b1 көбейтілген q-нің n дәрежесі минус b1 бөлінген q минус 1. Енді мына жердегі b1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бізде b1 q-нің n дәрежесі минус 1 бөлінген q минус 1 формуласы шықты. Және де біз геометрия прогрессияның n-ші мүшелерінің қосындысы формуласын қорытып шықтық. Және де осыған келесі мысалдарды қарастырайық. Яғни бізде геометрия прогрессияда b1 тең минус 54 дейді, жазып қойайық. b4 тең минус 54, b5 бізде 162-ге тең. Бізден S5-і тапсын дейді. Жаңа форманы жазып қойдық мына жерге. Sn тең болады b1 жақшаның ішінде qn минус 1 бөлінеді q минус 1. Ол бізде формула. Енді сәйкесінше бізге бірінші не жетіспейді? Бізде b1 жоқ, және де q жоқ. Біз q-ді табу үшін бізде мынандай формула бар, яғни bn плюс 1 бөлінген bn деген. Осыған салсақ, яғни бізде b5 бар,
және де бөлінген b4. 162 бөлінген минус 54. Бізде яғни бұл тең минус 3-ге. Біздің еселігіміз минус 3-ге тең екен. Енді осы еселіктің көмегімен біз b1 тауып аламыз. Яғни біз b4 тең болады b1 көбейтілген q-ның кубы деп өрнектей аламыз, дұрыс па? Бізде b4 белгілі, еселік бар, b1 тауып алайық. b1 табу үшін біз b4-ті бөлеміз q кубқа. Бізде b4 минус 54-ке тең, минус 54, және де минус 3-тің кубы. Минус 3-тің кубы. Минус 3-тің кубы бізде тең минус 27-ге. Минус 54. Минус 54-ті бөлеміз минус 27-ге, бізде ол 2-ге тең. Яғни біздің b1-іміз 2-ге тең екен. Енді сіздерге шексіз кемелі геометрия прогрессия формуласын қорытып шығарсам, яғни Sn бізде b1 qn минус 1 бөлінеді q минус 1-ге. Бізде бұл жағдайда q әрдайым бірден үлкен. Ал шексіз кемелде бізде бірден кіші. Яғни оның формуласы осылай болады. Sn тең болады b1 q минус 1 болады. Бірақ бізде qn минус 1 қайда жоғалып кетті десеңіздер, себебі біздің q-ның n дәрежесі әрдайым нөлге ұмтылады. Себебі бұл шексіз кемел, яғни шексіз нөлге қарай ұмтылады. Кемей береді, сондықтан бізде оны жазбаймыз. Және бізде оның формуласы b1 бөлінген q минус 1 формуласы шығады. Енді келесі мысалы қарастырып жіберейік. Бізге есеп берілген b1 тең 12-ге q тең 3-тен 1 болатын шексіз кемелі геометрия прогрессияның қосындысын табыңыз дейді. Яғни бізге b1 берілген 12-ге тең, q берілген 3-тен 1. Бізге табу керек шексіз кемелі геометрия прогрессияның қосындысын. Жаңа формула бар бізде Sn b1 бөлінген 1 минус q. Осыған салыстырсақ, b1 бізде 12-ге тең, 1 минус 3-тен 1-ге тең. 12 бөлінген 1-ден 3-тен 1 азайтамыз, 3 ортақ бөлім береміз. 2 3-ті 12 бөлімнің көбейтіп жібереміз. 36 бөлінген 2, яғни 36-ны 2-ге бөлеміз, бізде 18 деген жауап шығады. Есептің жауабы 18. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Сіздерге пайдалы және де түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.